Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін сіздерге өзімнің YouTube каналымда керемет болып шығатын қатпарлы арасы слоеный тесто деп айтып жатамыз ғой. Дәл сондай керемет қытырлап шығатын қаттаманың құрамымен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызды алып аламыз. Менде мына жерде 1 литрлік сумен өлшеп істедім. Және де татымына қарай тұз, қант және сұйық май қосып, барлығын бір араластырып ертіп аламыз. Енді үстінен електен өткен ұнымызды салып аламыз. Барлығын қанша мөлшерде салғанымды астына описание бөліміне жазып кетемін. Қамыр ашытатын дрож, яғни ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырдың мөлшері тура нанның қамыры сияқты болады. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа көлемді етіп илеп аласыздар. Тура видеодағыдай етіп, ұнды бірден салып жіберу қажет, бөліп салудың қажеті жоқ. Осылай қамырымыз ұн жетпей жатқан кезде үстінен салып отырып, қамырымызды илеп, орташа жұмсақтықтағы қамырды дайындап аламыз. Енді осылай барынша қамырды негізінде нанға да кез келген нәрсеге июын қандырып, осылай қайта-қайта қолымызбен илеп отырып, барынша қамырдың июын қандыратын болсақ, кез келген нанның қамыры да, бауырсақ, яғни тоқаштың қамыры барлығының тестасы керемет дұрыс болып шығады. Одан соң қамырымызды жылы жерге орап, ашығанша қойып қоямыз. Негізінде қаттамаға қамыр қатты ашудың қажеті жоқ. Енді көтеріліп келе жатқан кезде қамырымызды алып дайындай берсек болады. Қаттаманы болсын, кез келген тағамды болсын, әркім әр қалай дайындайды. Біздің отбасыда дәл осылай ашытып дайындаймыз. Керемет, жеңіл болады. Жалпы үлкен кісілерге де, барлық адамдарға жегенге жеңіл және арасы қатпарлы болып, керемет болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қатты ашымаған, енді көтеріліп келе жатқанда осылай мен бөліп алдым. Қатты ашытудың қажеті жоқ. Енді көтеріліп келе жатқанда осылай қолымызды ұнмен сеуіп отырып, қамырымызды осылай бөліп аламыз. Менде осы 1 литрлік судан 4 суала қамыр шықты. Барлығын енді осылай 4 бөлікке бөліп, енді июын қандырып, ұнды сеуіп отырып, домалақтап аламыз. Дәл осы құраммен менде 1 литр судан 8 қаттама шықты. Керемет арасы слоеный қатпарлы болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздер қалай жасайсыздар, өз нұсқаларыңызбен де бөлісіп отырыңыздар. Қаттамаға дрождың қажеті қанша деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ дәл осылай жасап көрсеңіз, әрдайым осылай жасайтын боласыз. Керемет болып шығады. Ең бастысы арасы жеңіл және қатпарлы болып шығады. Енді ыдысымызға майымызды салып, отқа қойып, ертіп аламыз. Оған дейін қамырымыз дайын тұр. Барлығын осылай 4 зуаламызды бір зуаладан бөліп отырып жайып аламыз. Енді бізде қамырымыз жұмсақтау болғандықтан ұнды молынан сеуіп отырып жая бересіздер. Қамырымыз жұмсақ болғаннан кейін жабысып қала беруі мүмкін. Сол үшін ұнды молынан сеуіп отырып қамырды жайып аласыздар. Қатты жұқада емес, қалың да емес, орташа көлемдегі қамыр болып шығады. Біреулер қаттаманы осылай қамырды жайып, үстіне май құйып, тағы оның үстіне қамыр қойып жатады. Олай істеп те көрдім, бірақ арасы тығыз, ауыр болып қалады. Дәл осылай дрожбен ашытып, бір қамырды ғана орап істегенім керемет, жеңіл, арасы слоеный қатпарлы болып шықты. Енді сұйық дайын майымызды жайып қойған қамырымыздың үстінен барлық шетіне жеткізіп жағып шығамыз. Және де майды мол етіп жағуым керек, қатпарлы болады деп ойлаудың қажеті жоқ. Мөлшерінен артық құюдың қажеті жоқ. Жұқалап жағып шығасыздар және осылай ортасынан екіге бөліп, қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Сонда майы жақсы сіңетін болады. Менде дәл осы көлемнен 1 литрден 8 қаттама шықты. Барлығын холодильникке жарты сағатқа қойып алып, осылай жайып шықтым. Және де аралары ашылып кетпей, бір келкі болып майы сіңіп тұратын болады. Дайындап, осылай домалақтап жайып алған қамырымызды ұн сеуіп отырып жая бересіздер. Дәл осылай қаттаманы морозильникте сақтап, кез келген уақытта шығарып жіберуге болады. Яғни осылай жайып, пакетке орап, немесе пищевой пленкаге орап, морозильникте сақтасаңыздар да болады, немесе домалақ күйінде сақтасаңыздар да болады. Енді табамызды
газымызге қойып астын қатты жағып бір қыздырып алып үстінен осылай 2 ожау май құйып алдым. Қаттама шамалы батып тұратындай май болса болады. Қатты майды қосудың қажеті жоқ. Шамалы осылай қаттамамыз батып тұрса жетеді. Өзі енді майға жасалынғаннан кейін қатты шылқылдатудың қажеті жоқ. Және де қаттаманы салғаннан кейін осылай вилканың көмегімен тоқтаусыз араластырып, яғни айналдырып тұрамыз. Себебі бір шеті пісіп, бір шеті піспей қалуы мүмкін, немесе ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан майды барлық жеріне жеткізіп отырып, айналдырып отырамыз. Осылай кішкене қаттамамыз қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, ол бетінде тоқтаусыз айналдырып, араластырып тұрамыз. Сонда қаттамамыздың арасы барлық жері теңдей, бірдей пісіп шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай видеода керемет қып-қызыл болып шықты. Енді оны қаттамамызды газетке немесе кез келген майды тартып алатын қағазға қойып қойсаңыздар, қаттаманың майын өзіне сіңіріп алады. Және қаттаманы пісіретін кезде отымыздың астын қатты бір қыздырып, одан кейін орташа етіп қойып отырып пісіріп аласыздар. Газдың астын жай қоймай, көлемін орташа етіп қоясыздар. Біздің қаттамамыз дайын болды. Арасы қытырлап, керемет қатты майлы да емес, енді керемет болып шығады. Дәл осы құраммен жасайтын болсаңыздар, және жегенге де жеңіл болады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса каналыма тіркеліп қолдап қойыңыздар, қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Жаңа видео рецепттерім шығатын болса сіздерге бірден көрінетін болады.